Басшысының Германияға ресми сапар аясында немістің 10-нан астам компаниясы өздерінің экономикалық жобаларын таныстырды. Бұл Siemens, ThyssenKrupp, Lanxess, Knauf секілді Еуропа нарығындағы танымал атышулы концерндер. Компаниялар ұсынып отырған бірлескен жобалардың арасында құрылыс саласын қамтитын химия өнеркәсібі, мұнай өнімдерін терең өңдеуге қатысты жобалар да бар. Неміс кәсіпкерлерінің кейбірімен мемлекет басшысы бүгін жеке кездесіп, жобалардың тиімділігін талқылады. Елбасы сапар аясында жалпы құны 3,5 миллиард евроны құрайтын 50 экономикалық құжатқа қол қойылмақ. Бұл жобалар Қазақстанда жаңа 30 өндірісті құруға негіз болмақ. Бұл темір жол вагондарын, ауыл шаруашылығы техникасын, модульді конструкцияларды құрастыру секілді отандық экономика үшін қажет өндірістердің тізбегі. Самое главное отличительное. Бізді Қазақстандағы құрылыс нарығы қызықтырады. Chandler Group құрылыстың модульді технологиясын кіріктірмек. Мұндай үйлердің нысандардың ерекшелігі сол, құрылыстың қаңқасы 97%-ға дейін зауыттарда құрастырылып, керек жерге тез орнатылады. Жоба қарапайым үйлерден қымбатқа шықпайды. Неміс компанияларын Қазақстандағы қолайлы инвестициялық ахуал, арнайы экономикалық аймақтардың орналасуымен бірыңғай экономикалық кеңістік аясындағы үлкен нарық қызықтырады.